Әмин Аллаху. Алаш қозғалысының жетекшісі Әлихан Бөкейханның туған күні Наурыздың 5-іне Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлы музейі алдында Алаш қозғалысының 100 жылдығына арналған ас беріліп, дұға оқылды. Қамшы порталы ұйымдастырған асқа келген тарихшы Сұлтанхан Аққұлы Алаш қозғалысының 100 жылдығын ресми түрде атап өту үшін үкімет арнайы қаулы қабылдамай отырғанын айтады. Бұл бүгінгі Қазақстан үшін өте тарихи да, саяси да маңызы өте зор құбылыс. Өйткені Алаш автономиясы деп жайланғанмен Алаш ұлттық демократиялық парламенттік республикасының 100 жылдығы бұл бүгінгі Қазақстанның 100 жылдығы болып тойлануға тиіс. Бірақ ол тойланбай қалатын сыңайы байқалады. Өйткені үкімет Алаш республикасының 100 жылдығы туралы арнайы қаулы қабылдаудан бас тартып отыр. Алайда тарихшы Мәмбет Қойгелдиев Алаш қозғалысының 100 жылдығына арналған шараларды республика бойынша халықтың өзі өткізе беру керек деп санайды. Меніңше ондай қаулыны күтіп жатудың керегі жоқ. Біз ел барымыз ғой, ел бар, елдің азаматтары бар, зиялылар бар. Біз осы шараны өзіміз көтеріп алып кетуіміз керек. Барлық жерде осының ауыртпалығын мойнына алып өзіміз өткізуіміз керек. Өзіміз ел көтермей бұл мәселені, ел мойындамай, ештеңе шықпайды. 1917 жылы желтоқсан айында Алаш автономиясын жариялау туралы мәмілеге келген. 20 ғасырдың басында пайда болған Алаш қозғалысы большевиктер билігінің қуғын-сүргініне ұшырап жойылды. Бірақ олардың саяси тұрғыда ақталғанына да ширек ғасырдан асты. Асылхан Мамашұлы, Санат Нұрбеков, Азаттық ТВ.